Сәлем достар, жас ұлғайған сайын ағзамыз ерекше күтімді қажет етеді. Әсіресе бауыр біздің ағзамыздағы ең маңызды сүзгі. Бірақ шынымен бауырды тазартатын тағамдар бар ма? Әлде бұл жай ғана миф пе? Бүгін біз ғылым дәлелдеген 7 пайдалы тағам туралы айтамыз. Егер ақпарат сізге қызықты болса, арнадан алыстамай жақындарыңызбен бөлісіп отырыңыз. Ал кеттік. Бірінші тағам ол әрине қызылша. Қызылшаның құрамында антиоксиданттар мен беталоиндер бар. Зерттеулер көрсеткендей, ол бауырдың уыттарды шығару процесін қолдауы мүмкін. Екінші пайдалы тағам көк жапырақты көкөністер, яғни шпинат, брокколи, ақжелкен сияқты көкөністер хлорофилге бай. Олар ағзадағы зиянды заттарды бейтараптандыруға көмектеседі. Және келесі үшінші тағам ол барлығымыздың ас үйімізден табылатын сарымсақ. Сарымсақтың құрамындағы күкірт қосылыстары бауыр ферменттерін белсендіреді, ал бұл уыттарды шығаруға көмектеседі. Төртінші тағам лимон және цитрус жемістері. С дәруменіне бай бұл жемістер антиоксиданттық әсер береді. Олар бауыр қызметін қолдауға ықпал етеді. Және бесінші ол жаңғақтар. Жаңғақтар омега-3 май қышқылдарына өте бай. Олар бауырдағы қабынуды азайтуға көмектеседі. Ал келесі тағам зәйтүн майы, яғни оливковое масло. Зәйтүн майы пайдалы майларға бай. Ол бауырға түсетін жүктемені азайтып, оның жұмысын жақсартады. Жетінші пайдалы тағам көкшай. Көкшайдың құрамындағы катехиндер бауыр денсаулығына оң әсер етеді. Ғылыми зерттеулер оның қорғаныш қасиеттерін көрсетеді. Алайда есіңізде болсын, бауырды тазарту деген түсінік көбіне шартты. Ең бастысы дұрыс тамақтану, қозғалыс және зиянды әдеттерден бас тарту керек. Достар, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Оны сақтау өзіміздің қолымызда. Егер видео сізге ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше аман болыңыздар.